Қазақстандағы ат спортының деңгейі Италия мамандарын таңғалдырды. Бүгін қос ел спортшылар арасында конкурдан достастық турнирінің тұсауы кесілген болатын. Жарысқа келген кәрі құрлық кәсіпқойлары жұрт алдында ең күрделі деген әдістерді жасады. Қазақстандық спортшылар болса, оларды айна қатесіз қайталап, өзіндік амал айлаларында көрсетті. Жарысқа жалпы саны 50-ден астам үміткер қатысуда. Олар 4 дәреже бойынша өзара мықтыны анықтамақ. Ал жеңімпаздар есімі бүгін кешке белгілі болады. Айта кетейік, бұл спорт елімізде тәуелсіздік алған жылдардан бері бар, алайда жерлестеріміз әлі күнге дейін бірде-бір олимпиадаға қатыса алмады. Олимпиадаға шығу үшін біздің спортшыларға осы Европаға барып, тағы басқа мемлекеттерге барып, солардың базаларында тұрып, жаттығулар жасап, солармен тәжірибе алмастырып, содан кейін барып біз шығуымызға болады. Жақсы, қымбат осы олимпиадаға лицензия алатын жылқылар сатып алуымыз керек. Осы спортты дамыту үшін, олимпиадаға шығу үшін.